Қадірлі ағайындар, алдымызда үлкен бір бетбұрыс ел үшін, мынау өзіміздің сүйікті республикамыз үшін айбынды да айқынды жұмыс жүрейін деп жатыр. Соның ішінде біздің референдумға дауыс беруіміз, елдің бірлігі мен тірлігіне ықпал жасауымыз, сол өзіміздің дауысымызбен. Бұрынғы кезде біздің ата-бабаларымыз айтатында, патша аман болса деп, сол сияқты патшаның мынау жарлығы мен референдумды бізге ниетпен қолдасақ, атасаң, шындап келгенде ұрпаққа керек, келеші біздің жастарымызға керек нәрсе. Сондықтан мен шет жерден келген отандастар дейміз ғой, 70 жыл бойы Россияда тұрдық, бүгінгі күні міне елге келіп, жаңағы тарыдай шашылған қазақтың бірі болып, өзіміздің жақсы ісімізбен, өнерімізбен іске қоссақ деп ойлаймыз. Сондықтан біздің жаңағы отандастардың да мен ойлаймын тілегі бір, барлығымыздың осы болашақ Қазақстанымыздың гүлдене беруіне тілектестігімізді білдіреміз.